Қарағандыдағы тұлпар зауыты енді Ресейге экспорт көлемін 50%-ке ұлғайтып, ел ішіндегі бірнеше өңірді де қамтитын болады. Компания Сауда және интеграция министрлігі Бәйтерек холдингінің және Қазақ экспорттық сақтандыру компаниясының қолдауымен шетелдік серіктестер қатарын көбейткен. Пандемия кезінде зауыт штат санын сақтап қана қоймай, өндіріс қуатын кемі 10 есеге арттыруды жоспарлап отыр. Осы мақсатта техникалық құрам жаңартылып, модернизациялық жұмыстар жүргізілген. Қазір Қарағандыдағы зауыт айына 20 тоннадан астам өнім шығарады. Компания тұтынушыға шұжықтың 70 түрін ұсынады. Бұл шектеме емес. Алда ассортиментті кеңейту үшін тағы бірқатар жұмыстар жүргізілмек. Элитные сорта экспортируем в Российскую Федерацию. Шұжықтың элиталық сорты бүгінгі күні Ресейге экспортқа шығарылып жатыр. Көбіне Ресей Федерациясы орталық округтерін қамтимыз. Сынақ ретінде Сібірге де жіберіп көрдік. Қазір біз Батыс Қазақстан облысында ет комбинатын іске қостық. Онда ірі қараны өзіміз өсіріп, етін өңдейміз. Ондағы технологияның барлығы еуропалық стандартқа сай келеді. Биылдан бастап өндірістің 90% өзімізден шығарылады. Мұнда өнімнің табиғилығын сақтап қалуы маңызды. Шикізат сапасын бақылау үшін кәсіпорын штатында арнайы мал дәрігермен жабдықталған зертхана бар. Преимущество нашего производства, которое отличает нас от всех. Бізді бәсекелестерден ерекшелеп тұрған артықшылық ол тек табиғи өнім қолдануымызда. Бірінші ол кәдімгі бұқтырылған ет. Онда еттің арасындағы сіңір мен өзге де қалдықтар сырылып алынады. Ал пайдалану мерзімі тек сыртқы қаптама есебінен ұлғайтылған. Яғни бұл технология арқылы шұжықты ұзақ уақыт өз дәмінде сақтауға болады. Құрылғылар орнатылған соң зауыт толық қуатта, яғни айына 1200 тонна өнім өндіретін болады. Сондай-ақ мұнда жартылай фабрикаттар мен қаптама жасау жүйесі іске қосылмақ. Кәсіпорын экспорттық потенциалды ұлғайтуды көздеп отыр. Клиенттік базаны кеңейтуге Қазақ экспорт сақтандыру компаниясы көмектеседі. Дәуренбек Бағдәулет, Лосайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды, Хабар 24.